Assalamualaikum ағайындар, қайырлы таң, қалайсыздар? Қайырлы таң болғанда обед болады уже. Мен мынау трассаның бойына келдім. Ауылға қарай такси тоқтаттым. Такси жоқ әлі. Осыға Ақтас 26 километр деп ше. Әлі такси жоқ. Бір сағаттай болып қалып тұрғаныма. Мен келе жатыр екен, тоқтатып көрейікші. Сол өздеріңізден жаңалық. Тіруда тоқтамады. Ара-арасында өтеді өз машине. Тоқтатсаң тоқталды, тоқтамаса қалдың ғой жерде суытта ше. Продукт алғам еще. Ауылға кетіп баратын бұл. В общем, ағайындар, ауылда ешкі туған. Қазір қайтып несіне әкеп қойып адық мен. Қазір күн аяз жаурақ болады, сол үшін бір жылытып алдық. Қазір мені келді. Ескі жалап, емізетін болады. Ауылдан сторис сал, ауылдан видео сал дейсіздер, ал бастадық онда. Осы ауылдағы тіршілік. Қосылайыққа кел дейсіңдер, қаяқтың қосылайық. Маяқтан мал туып атқанда деп қоятын жаңа. Келдік. Заттар алуға. Осы Алтын-Орда базарынан күнде шықпайтын болды ғой. Адам өте көп. Қалың кейін болды осылай. Келіп, үстіп, продукты толтырып алдық. Груша бәрін осылай. Мынандай қалайды маған анамыз. Кішкене иммунитеттің көтерілісінде осындай гранат алдық. Мынандай неше түрлі салаттар алдық. Подругамның папасы, тағы подругам бар. В общем, папасы қонаққа келді, үйге продуктын толтырып алдық. Қазір күшті етіп плов жасап берем деп отыр бізге өзбекский. Еще ет алды арнайы, сол үшін аға. Етпен жасап береді бізге. Әзір отыр, Олжеке барғасын. В общем, солай. Қай үйде бай болса, аға бізге күшті қылып плов жасап берейін деп жатыр. Да қыздар күтіп отырген плов, пока біз үсті фрукты жеп отырық. Достар, сіздерге күшті әңгіме айтып берейін. Короче, біз Алтын-Ордаға бардық. И подругам телефон алғысы келген. И біз iPhone алдық. iPhone алған кезде 140 мыңға буып алды. Бірақ 4-5 жерлерге сататын жаңа жігіттерге тексерсек, ол уже екінші сорттағы iPhone, Харгостың iPhone-ы анау-мынау дейді. И біз барамыз. Айтамыз, что былай-былай, мынау өтірік екен ғой, неге алдап сатасыз, ақшаңызға айтып беріңіз десе, жоқ, бұл оригинал. Жоқ, бұл оригинал деп қоймайды. Еще ақшаңға айтып берсек, 100 мың берем, 40 мың теңге бермеймін дейді. Какой-то бір сағатқа жетпей уақыттың ішіне қайтарып бердік. Алдам қалмаңыздар. Алдам қалмаңыздар. Екі түрлі телефон бар екен, сондықтан дұрыстап тексертіп алдыңыздар. Біз сияқты солай алдам қалмаңыздар. Есін оларға айттық, 40 мың теңгесін жеп қаламыз. Типа бермейміз болды деп тұрды. Сосын қайтып берген жоқ 40 мың теңгесін. Сосын айттық, біз онда полицейский шақырамыз, осылай сөйлесек онда, если не хотите по-хорошему дедік, одан кейін шақыр, кім шақырсан да анау-мынау деді. Сосын сол жерде полицейский бар, сол жерге айттық. Полицейский адамдармен бірге бардық, сол жаңа отыратын орнына, бутигіне. Сосын барып, в общем, сол жаққа қайтадан отыратын жаңа орны бар ғой, сол жерге бардық. В общем, сол жерде разбираться еттік, сөйттік, сонымен 2 күнде 40 мың теңгені қайтарамыз деді. Негізі ақшасы бар, ақша жоқ деп, өтірік 2 күннен қайтарамыз деді. Енді көреміз. Полицейский екеу бізді алдады ма, либо 2 күннен кейін точно енді қалған 40 мың теңгесін қайтарма ақшаны. Если қайтармаса, онда тағы басқаша сөйлесеміз, потому что біз полицейскийда и ана кісілерді де түрлерін видеоға жайлап түсіріп алдық, потому что бізге де сенімді болу үшін адам көріп сенетін заман емес. Жомалсы. Кешегі жұмыртқа жарылған кезде барлығы осы жерде моющий пылесостың жарнамасы болу керек еді деп жазған. Где-то бір аптадай без пылесоса қиын екен негізі, сонымен я заказала. Әбден үйреніп қалыппыз ол пылесосқа. Ау, ага. Ладно, я тебя люблю, давай. Бер? Моющий пылесос біздікі сынып қалды, но мы его прям зорлап тастадық па. Күніне 4 рет қолданамыз ғой. Но уже моющий пылесос мы себе жизнь не представляем. Бір апта жоқ еді пылесосымыз. Прям кәдімгі жинап қойдық. Насольем. Этот раз беленький. До этого был черненький. күшті бір сәттер болып жатыр, настроение емес.
Енді үйге бара жатырмыз. Бисмилля. Вот Вот такие вот дела. Киштим Вы такие Я что счастливые. тебя до этого не поддерживала? Нет, поддерживала, но кеше ғана бір былай душевно сөйлестік ше. Қанша уақыттан бері уақыт болмады ғой бірге сөйлесетін. Басында наоборот мен қосақта болдым, ол жұмыста болады. Қазір ол қосақта болды, мен жұмыста И болдым. она меня понимает. Я тогда ее не понимала вообще. Я тогда ее салмаймын ба? Да. Салмаймын ба, наны? Саласың. Всё. Короче, ладно, уже бастасынан айтып тастайық. Қосақта мен болған кезде өзі маған ренжіп, сен маған уақыт бөлмейсің деп. Енді ол кезде менің жігітім болды ғой. Сол үшін мен в основном сол адаммен жүретінмін. Гүлі ренжіп, ал енді түсініп жатыр, оказывается, сондай болады екен. Оказывается, енді бір қатысушылармен бір жерде отырғаннан кейін уже отбасың сияқты болып кетеді. Солармен тамақтануға барасың, жүресің. Қайырлы түн, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Мен әлі ұйықтаған жоқпын. Недавно келдім үйге, отырмын. Вот. Қазір мертвый сезон дейді ғой, мына қаңтарды, ақпанды. Сол себепті енді кішкене көмегім болсын деп қыздарыма жұмыс ұсынған болатын. Барлығы қазір жұмыс жасап жатыр. WhatsApp ссылкасы алып бағана оны удалить етіп тастадым қайттан, өйткені уже группаны набирать етіп алдым. Өзімнің қыздарыма примерно уже возможность бар. Сол үшін жалпы көп сөйлейді екен, мені бетіне бір 5 баттан бояу жағады деп. Сол себепті енді қатты жүрегіме тиіп кеткеннен кейін ертең күштілеп енді видео салайын деп тұрмын, қалай боянатын, қалай бұлай. Что там? Келсейсіздер ма? Салайын ба мен өзім қалай боянатынды? В общем, жазып жатыр біраз адам шегірінде неғып удалить етіп тастадың деп. Енді группа набирать еттім. Екінші поток болады қайттан. Бірінші осы қыздарымнан результат шығарып алайын. Осы қыздар жақсы жұмыс істеп, өздерінің отзывтарын жазса, қалай болғандарын, келесте вообще басқандай, мүмкін үлкенірек пе екен, ауқымды прям бір сондай поток болайын деп тұр.